Сәлем достар, сіздермен бірге Sinix Trade арнасы. Бүгінгі видеомызға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге USD-CAD валюта параларына анализ жасап көретін боламыз. Олай болса, біз видеомызды бастаймыз. Достар, біз әдеттегідей трендовый линияны сызып аламыз. Бізде көпшіліктің көзқарасы шорт позициясына бағыт алғанын байқауымызға болады. Енді достар, мұнда жақсылап қарайтын болсақ, біздегі мұндағы объемдар көтерілген екен, Мұнда астына дата времяға қарайтын болсақ, бізде 4,5-нан бастап көтеріле бастаған. Бізде соңына қарай жайлап түсе бастады объемдар. Бізде қызығушылықтар уже мұнда соңында неактивный болып кетті. Уже бұл жерде баға скопление болып жатыр. Тұрақсыздану болып жатыр бұл жерде. Значит, бұл жерде қазір біз сделка ашпаймыз. Оның үстіне мұндағы ценовый котировкадегі уақытқа қарайтын болса, осы уақытты бітірмей біз әлі сделка ашпаймыз. Өйткені мұнда бір остановка болған. Мұнда тағы бір остановка болған. Мұнда остановка жабылды. Мына жақтан қайтадан дальше ашылды пәске қарай. Мына жерде кішігірім көтеріп берді. Бірақ бұл жерде баға скопление болған себепті бұл жерде свечалар қатты рөл ойнай алмайды. Байқасаңыздар, арасындағы свечалардың үстінде, астында үлкен тендер бар. Біресе жоғарыдағы свечаларда, біресе төмендегі свечада үлкен тендер бар. Значит, бұл жерде нақты саудаға кіріп кете алмаймыз, достар. Значит, біз не істейміз? Біз күтеміз. Мұндағы ценовый котировкадағы уақытты біз күтеміз. Потом нақты уақытқа келеді, сол кезде кіреміз. Достар, біз алдымен өзіміздің қарсылық аймағымызды сызып алуымыз керекпіз. Мен дәл осы жерден сызып алдым. Өйткені мұнда остановка болған. Былай сызып көрсетейін. Міне, мына жерде остановка болған. Не үшін остановка болды? Білесіздер ме? Мына жерде көк свечаны көрдік қой, 3 свеча жоғары қарай ұмтылған, жоғары қарай шығуға ұмтылды. Бірақ бұлар күші жетпеген екен, бұлардың күші әлсіз болғаннан кейін бұлар не істеді? Мұндағы ценовый котировкаға қарайтын болсақ, мына көк свечаның барынша өскен денесімен үстіндегі теңмен есептейтін болсақ, бірде 383-те 22-ге көтерілгенде қайтадан не істеген? Бағаның ол жақта сатушылар бар екенін білді. Мына қара свечалар сатушылар, мына көк свечалар сатып алушылар. Бұл жерде продажник тұр, бұл жерде сатушы тұр. Значит, төбеге шығамайды деген сөз. Не істеді? Бағаны қайтадан төбеге түсіріп тастады. Мына қара свечаны көрдік қой, төбеге түсіріп тастады. Бұл жерде не істеді? Бұл жерде уже тағы белгілеймін, бұл жерде уже поддержка аймағы деп белгілейміз. Өйткені мұндағы аймақ значит мықты болып тұр. Мұндағы аймақ, мынау белгілейін. Міне, бір ашылды, остановка бір тоқтады, қайтадан разворот жасап кетті бір свечаның арқасында. Мұнда тоқтады, қайтадан осы паске түсіп разворот жасап кетті. Баға ауысымы бізде нақты тұрақсыз болып жатыр. Біз нақты айта алмаймыз. Енді мына жерде белгілі болып жатыр. Оның үстіне біздегі объемдарына да қарайтын болсақ, біздегі мұндағы объемдар, мұндағы жасыл объемдар тура мына теңдегілер сияқты өсе бастады. Бірақ тым қатты емес. Мұндағы қызыл объемдардан қарағанда тым қатты өскен жоқ. Болашақта мұндағы объемдар, мұндағы жасыл объемдар мұндағы қызылдан өсетін болса, аймақта тесіп өтетін болса, мына аймақта ол болашақта мына жердегі аймаққа бара жатыр деген сөз. Егер мына аймақ тесетін болса, мына аймақтан өтіп кететін болса, правитель болып кететін болса, дәл осылай правитель болып тесіп кететін болса, мына аймаққа бара жатыр. Немесе достар, мына аймаққа бармаса, егер мына жерден қайтып кететін болса, біз бұрынғы болған ситуацияны қараймыз. Бұдан бір күн бұрын немесе кеше болған ситуациялар қараймыз. Мұндағы поддержка аймақтар тұр ғой. Вот осы жерден біз аймақ сызып белгілеп аламыз. Уже бұл қарсылық аймақ болып есептеледі. Қазіргі біздегі болып жатқан графикте сопротивление болып есептелсе, мұндағы аймақ. Мұндағы бұрынғы өткен графикте бізде бұл жерде тек қана поддержка аймағы болып қалған. Мына жерде сопротивление аймағы деп есептеледі. Қарсылық аймақ. Бұл мен не үшін сыздым, достар? Мұндағы аймақты мен не үшін сыздым? Мұндағы бағаны көрдік біз. Мұнда күшейіп жатыр. Мұнда свеча күшейіп жатыр. Бізде қызығушылық та көтеріліп тастап жатыр. Міне көрдіңіз ба? Тағы да көтеріліп жатыр. Значит, бұл мына аймақ тесіп өтетін болса, ол мына аймаққа бара жатыр. Мына аймақтан кейін қайтадан разворот жасап, төменге шорт позициясына бағыт алады. Давайте келесі видеода біз сіздермен сделка ашатын боламыз, бірақ мұндағы объемдарға қарай реттеліп болғаннан кейін ашсақ. Өйткені мұндағы объемдарды көрдік. Қазіргі бізде баға ауысымы ценовый скопление болып жатқан себепті бұл қазір баға ауысымы жоғары қарай болашақта көтеріледі деген сөз. Жарайды онда достар, келесі видео кездескенше сау болыңыздар.